Сәлем баршаңызға. Біз бүгін осындай өте дәмді болып шығатын, жұп-жұмсақ болып шығатын пицца жасайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге қажетті осылай ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Үстінен жылы суымызды құйып, және де қантты, тұзды, ашытқыны салып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін үстінен сұйық майымызды құямыз. Негізі бұл жерге зәйтүн майын қолданған дұрыс. Мінекей осылай қамыр илейміз. Қамырымыз кішкене қаттылау болу қажет. Мінекей осылай қамырды илеп дайындаймыз. Және де бетін жауып 20 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды болғаннан кейін осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлігі 270-280 граммдай болады. Енді осылай екі бөлік қамырдың үстіне аздап сұйық май жағамыз. Және де үстін салафанмен жауып, тағы да 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінекей осылай үстінен салафан жабамыз. Қамырымыз көтерілді, мінекей осындай болып көтеріледі. Енді пиццаны жасай берсек болады. Пиццаның қамырын осылай дөңгелек қылып жаямыз. Оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қатты қалың болмау керек, жұқалау қылып жайып шығамыз. Және де противенге төсеп, үстінен соусты жағатын боламыз. Соусты мен қолдан дайындадым. Арнайы пиццаға арналған өте дәмді соус. Менің каналымда рецебі бар. Сол бойынша жасап көрсеңіз болады. Соус жағып болғаннан кейін үстінен сыр саламыз. Мен сулунгони деген сырды қолдандым. Пиццаның дәмді болуы негізі сырға өте байланысты болады. Сондықтан жақсы сырды қолданғаныңыз дұрыс. Осылай куриный рулет салып, қызып тұрған пеште 170 градуста 10-12 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз дайын, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін.